адам болып шығу. Ендеше бүгінгі біздің тақырыбымыз шығамын, тірі болсам адам болып. Дұрыс айтасыздар, адам болып. Я, шығамын тірі болсам адам болып деген өлеңнің авторы қазақтың атақты ақыны Сұлтанмахмұт Торайғыров. Қазір мен сіздерді ақынмен таныстыратын боламын. Сұлтанмахмұт Торайғыров 1893 жылы қазіргі солтүстік Қазақстан облысы Шоқан Уәлиханов ауданында дүниеге келген. Болашақ ақын әкесінен ескіше хат танып, 13 жасынан бастап Әлі, Тортай, Мұқан, Әбдірахман деген молдалардан дәріс алады. Сұлтанмахмұт Торайғыров өлеңдерінің негізгі тақырыбы өнер білім. Сондай шығармалар қатарына оқып жүрген жастарға оқудағы мақсат не, шығамын тірі болсам адам болып, шәкірт ой атты өлеңдері жатады. Ақын халықты қараңғылықтан құтқарудың жолы өнер білім деп түсінеді. Сондықтан да оқу мен білімнің маңыздылығы мен қажеттілігін ақын өлеңдерінің ой қазығына айналады. Шәкірт ойы өлеңінде қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам, қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам деп серт етеді. Сұлтанмахмұт Торайғыров қазақ поэзиясы мен прозасын жаңа сатыға көтерген қаламгер. Қаражаты болмай көп қиындықты өткізген ақын ауруға шалдығады. Ауылында бала оқытып, шығармашылықпен айналысады. Ақын шығамын тірі болсам адам болып өлемін. Ақын өзінің ұстазы Нұрғалиға арнаған. Ақын өміріне өзгеріс лебін сепкен адамның бірі Нұрғали Бекбауов. Ақын 1920 жылы ауруы меңдеп, небәрі 27 жасында қайтыс болған. Жақсы балалар, біз бүгін сөйтіп Сұлтанмахмұт Торайғыровтың өмірбаянымен таныстық. Дәптерімізді ашамыз, бүгінгі күнді жазамыз. Сабақтың тақырыбы Сұлтанмахмұт Торайғыров шығамын тірі болсам адам болып. Мен сіздерге осы өлеңді мәнерлеп оқып берейін. Сіздер зейін қойып тыңдап отырыңыздар. Бүгінгі күндің тақырыбын жазып қоямыз. Жақсы болар, сабақ болса қаламдарыңызды қойып, зейіндеріңізді маған аударыңыз. Жас болғандарыңыз қаламдарыңызды қойып, зейіндеріңізді бері қарай аударыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты, тақырыбы Сұлтанмахмұт Торайғыров шығамын тірі болсам адам болып өлеңінің тақырыбы мен идеясы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты әдеби шығармадағы әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы айқындау. Екінші мақсатымыз шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасау. Міне осы екі мақсатқа жету жолында біз сабақ бойы жұмыс жасайтын боламыз. Зейін қойып тыңдап отырыңыздар. Шығамын тірі болсам адам болып. Сұлтанмахмұт Торайғыров. Шығамын тірі болсам адам болып. Жүрмеймін бұл жиһанда надан болып. Жатқаным көрде тыныш жақсы емес пе? Жүргенше өмір сүріп надан болып. Мен балаң жарық күнде сәуле қуған. Алуға күнді барып белді буған. Жұлдыз болып көрмеймін жердің бетін. Болмасам толған айдай балқып туған. Бұл сөзім асып айтқан асылық емес. Ойында оты бардар асылық демес. Тебем деп түрі жүрсем надандықты серт етіп өзіме өзім еттім егес. Енді осы өлеңді өзіміз мәнерлеп оқиық. Бақтияр бастай қой. Даусыңды шығарып, жақсылап оқи қой. Шығамын тірі болсам адам болып, жүрмеймін бұл жиһанда надан болып. Жатқаным көрге тыныш жақсы емес пе? Жүргенше өмір сүріп надан болып. Мен балам жарық күнде сәуле қуған. Алуға күні барып білді буған. Жұлдыз болып көрмеймін елдің бетін. Болмасам толған айдан балқып туған. Бұл сөзім осы айтқан асылық емес. Ойында оты барлар асылық демес. Тебем деп тірі болсам надандықты серт етіп өзім еткен егес. Жақсы. Екінші топтан кім оқиды? Екінші топтан кім оқиды? Кім оқисыз?
салқын. Ілияс, сен оқи. Шығамын тірі болсам адам болып, жүрмеймін бұл жиһан надан болып, жатқан күнде тыныш жақсы емес пе, жүргенше өмір сүріп надан болып. Мен балам жарық күнде сәуле қуған, ауға күнді барып белді қуған, жұлдыз болып көрмеймін елдің бетіне, болмасам туған айдан балық туған. Бұл сөзім асып айтқан асыл емес, ойында оты барлар асылып, деместен дебем деп тірі болсам, надандықты серт кетем өзіме өзім еткен егес. Жақсы, Ілияс. Балалар, міне кітапты қарасаңыздар, сіздерде сөз маржан берілген, иә? Жиһан деген қандай мағына береді екен? Асылып деген мағына? Серт ету. Енді осы сөздікті ұмытып қалмас үшін дәптеріңізге жазып алайық, иә? Міне, тақтада да көрініп тұр сіздерге. Мен сіздерге осы сөздікке бір сөз қостым, яғни егес деген сөз, ол талас, тартыс, тайталас дегенді білдіреді екен. Осы сөздікке 4 сөзді жазып алайық. Болсаңыздар, қаламдарыңызды қойыңыздар. Қазір біз осы тақырып бойынша балалар, біздің бірінші тапсырмамыз, қазір мен сіздерге балық қаңқасын берем. Сол балық қаңқасына бірінші топ ақынның өмірі мен шығармашылығын балық қаңқасына салып көріңіздер. Екінші топ ақынның өлеңі «Шығамын тірі болсам адам болып» өлеңін балық қаңқасына салып көріңіздер. Бірінші топқа мен кішкене көмек ретінде ақынның өмірбаяны туралы мәлімет берейін. Сіздер соны балық қаңқасына салып, өздеріңіздің сабақты түсінгендеріңізді жазып шығыңыздар, иә? Бірінші топқа ақынның өмірі мен шығармашылығын, екінші топқа «Шығамын тірі болсам адам болып». Сіздер балық қаңқасының қалай жасалатынын білесіздер, иә? Міне, сіздерге 7 минут уақыт беріледі. Бүгінгі Сұлтанмахмұт Торайғыровтың өмірбаянынан өздеріңіздің балық қаңқасына салып көріңіздер өмірі мен шығармашылығы. Өмір жолы, оған дәлелдер келтіресіздер, түйінін жазасыздар, қорытынды жасайсыздар. Сіздерде ақынның өлеңі «Шығамын тірі болсам адам болып» өлеңін мақсаты, тақырыбы, қорытындысы
Балалар кішкене жинақтала бастаңыздар. Болыңыздар, тез болдық па? Болды балалар, аяқтаңыздар. Бірінші болсаңыздар. Бірінші қай топ қорғайды? Жақсы. Келе қойыңыздар. Қай топ? Ай тобы, я? Бүгінгі балық қаңқасына салған ақынның өлеңі шығамын тірі болсам адам болып өлеңінің
Адам бұл адамгершілік, биік шыңға көтерілу. Тәрбиелі болу, ақылды болу, және де тәртіпті болу. Жақсы. Енді екінші, енді ақынның қаламаған қасиеттері, иә? Ерасыл айтады, иә? Өтірік айтпау, кітап оқымау, өтірік айтпау, сауатсыз болмау, надан болу. Иә, былай қарап қаттырақ айтады, иә? Мағжан Жұмабаев, мен болашаққа сенемін. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты деген екен. Иә, осы Сұлтанмахмұттың ойымен үндес, иә, Мағжанның ойы да жастарға сенген екен. Сұлтанмахмұт қандай адамға сенеді? Қандай білімді? Иә, нәтиже ақынның қаламаған қасиеттері өтірік айтпау, сауатсыз болмау, надан болмау, тағы да Білімді болмау. Ыбырай Алтынсарин айтқан. Иә, айтады. Өнерлі білім бар жұрттар тастан сарай қалаған. Дұрыс айтасыздар, иә. Өнер білім бар жұрттар тастан сарай қалаған. Иә, бұл ақынның несі, білімділік, иә, ол кезінде сіздер ана тілден оқығансыздар, иә, өнер білім. Тағы да не айтасыздар? Қорытындысы білімді болу, ақылды болу. Шығамын тірі болсам адам болу өлеңінің қорытындысында білімді, иә, жерде де жазылсын. Жақсы, тағы да алып қосарларыңыз бар ма? Абай Құнанбаев айтқан, 5 нәрседен ашық бол, 5 нәрседен қашық бол. Адам болам десеңіз, тілеу өмір алдында. Оған қайғы жесеңіз, еріншек бекер мал шашпақ деген. Өсек, өтірік. Нәтижесінде жазыпсыздар, енді соны айтыңыздар. Яғни ақынның қаламаған қасиеттері деп Сұлтанмахмұттың қаламаған қасиеттері осылай болса, ал Абайдың қаламаған қасиеттері қандай екен? Білімсіз жолда. Иә, жаңағы сіздер міне жазыпсыздар ғой мына жерде. Өсек. Міне мына жерде. Жақсы, дауыстарыңызды шығарыңыздар. Иә. Жақсы, шығамын тірі болсам адам болып. Тақырыбы сонда адамгершілік. Қорыта келгенде. Иә, Нұрай. Білімді бол. Жақсы, отыра қойыңыздар. Екінші топ өмірі мен шығармашылығы. Жақсы. Айта қойыңыздар. Қаламгер Сұлтанмахмұт Торайғыров 1893 жылы дүниеге келген. 13 жасынан Мұқан Әбдіханов Турханай деген молдайлардан дәріс алды. 2 жасында шешесі қайтыс болды. Солтүстік Қазақстан облысы Шоқан Уәлихан ауданында дүниеге келген. 6 жасына дейін әжесі тәрбиеледі. Қорытынды ақын ағартушы. Қорытындыға келгенде, яғни Сұлтанмахмұт Торайғыров ақын, ағартушы, әдебиетші. Жақсы. Алып қосарларыңыз бар ма?
шыңдардан көріну, адам болып шығу, білімді болу. Иә. Иә, ақынның өмірінде қандай қиыншылықтар болыпты, қандай әлеуметтік жағдайлар болыпты? Ол кісі 2 жасында шешесінен айырылған, 6 жасына дейін әжесі тәрбиелеген. Және де ол кісінің қаражаты болмағаннан жаман Иә. денсаулыққа түскен. Иә. Және де 13 жасынан бастап 27 жасына дейін дүниеден озған. 27 жасында дүниеден озған, иә, өмірден ерте кетіпті, иә? Неге ерте кетті осы өмірден? Өйткені аурумен шалдыққан. Иә, Ауруға шалдыққан. Яғни әлеуметтік жағдайы нашар. болмаған, иә? Жақсы. Тағы да айтарыңыз бар ма? Жақсы, отырыңыздар. Балалар, енді осы жасаған, балық қаққасына жасаған жұмысымызды бағалап жіберейік. Ай тобы, Жогер тобын бағалап жіберсін. Қалдар, сіздерде 3 бағдаршам тұр, иә? Осыдан таңдап, сіздер көтеріп жіберіңіздер. Қайсысын аласыздар? Сіздер дайын отырыңыздар келесі топты бағалауға. Сіздер дайын отырыңыздар келесі топты бағалауға. Сонымен бірінші топтың бағасы қандай болды? Бәрін жақсы деп бағалайсыздар ма? Жақсы. Екінші топ, сіздер сыныптастарыңызды жақсы балалар. Енді біз осыған байланысты енді мақсатымызға қарай екінші тапсырманы орындайық. Яғни қазір балалар, сіздер енді осы тапсырмалар бойынша өздеріңізді бағалап отырыңыздар, иә? Мен сіздерге қазір бағалау парағын берем. Осы бірінші тапсырма бойынша кім өзін қалай жұмыс жасадым деп ойлайды, өздеріңізді бағалап отырыңыздар. Яғни ол өте жақсы, жақсы, орташа деген. Әрқайсымыз өз-өзімізді бағалап отырамыз. Мен сабақ соңында бағалау парақтарыңызды жинап алатын боламын. Біздің екінші тапсырмамыз балалар. Яғни қазір шығарма композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасаймыз. Мен сіздерге қазір негіздеме жасайтын өлең жолдарын таратып беремін. Яғни сіздер сол біттей бір эпизодтан осы тақырыптың маңызын ашатын эпизодқа негіздеме, яғни сөз тіркестерін тауып жазуларыңыз керек, иә? Яғни мына өлеңді бәріміз мынадағы эпизодты оқимыз, сосын кейін топта талдаңыздар, сосын кейін эпизодтың маңызын мына неге жазып қойыңыздар. Аңсар, кімге көмектесеміз? Нұрайға көмектесеміз. Нұрайға көмектесеміз.
Қаламсыз қаламмен жаза береміз. Жақсы, шығарманың композициясындағы белгілі бір эпизодтың алатын маңызына негіздеме жасадық, иә? Оның идеясы, бұл өлеңнің идеясы не? Сондағы міне жұлдыз тобы болдыңдар ма? Келе қойсын. Кім келеді? Себеп түрі надандықты. Жақсыла біріншіна эпизодты оқимыз. Жұлдыз болып көрмеймін елдің бетін, болмасам туған айдай балқып туған. Бұл сөзім асып айтқан асылық емес, ойында оты барлық асылық демес. Себеп деп тірі болсам надандықты, серт етіп өз-өзіме еткемеймес. Себеп тірі болсам надандықты, асылық демес, серт етіп екемеймес, асылық демес. Енді өз оған негіздемесіне анықтама бере қой. Не дейді? Надандықты Тірі болсам яғни осы өлеңнің идеясын ашып тұрған сөздер, иә бұл? Яғни, иә. Әлде? себеп тірі болсам надандықты. Егер де тірі болсам надандық болмайды. Асылық емес. Асылық емес дегеніміз ол артық айтқандығы. Серт етіп Серт ету деген уәде беру. өз-өзіне білімді болам деп уәде береді. Жақсы, Кәусар. Екінші топтан кім шығады? Ал. Екінші топтың бірінші оқимыз, иә, эпизодын. Қандай эпизод берілген? Шығамын тірі болсам адам болып, жүрмеймін бұл жиһанды жаман Қатты болып. оқы. Жатқа көрден тыныш жаса емес пе, жүргенше өмір сүріп надан болып. Мен балам жарық күнде сәуле туған, алуға күнді барып елді буған. Иә, осы өлеңдегі, яғни осы өлеңнің идеясын ашып тұрған қандай сөздер мен сөз тіркестер екен? Адам болып. Адам болып деп келісесіздер ма? Жақсы, иә. Жүрмеймін надан болып. Өте жақсы. Жүрмеймін надан болып, иә. Мен балам сәуле туған. Осы жерде қайсы эпизодтыға маңызына негіздеме болып тұрған қайсысы? Дұрыс айтасыз, иә. Сәуле қуған, дұрыс айтасыз. Содан кейін? Белді болған. Иә, белді болған. Белді болу дегеніміз не? Жалықпай ұмтылып тырысу. Дұрыс айтады Нұрай. Иә, белді болу дегеніміз тырысу, сол нәрсеге кірісу, иә, білім алуға кірісу. Жақсы, Ілияс, отыра ғой, рахмет. Енді балалар, біз осы тақырып бойынша үшінші тапсырмамызды орындайық. Енді бүгінгі біздің тақырыбымыз не болып жатыр сонымен? Иә, адамгершілік, адам болып шығу болып жатыр, иә? Енді қазір мен сіздерге адамгершілік асыл қасиет деген тақырыпта өздеріңіздің ойыңызды жазып шығу үшін жеке жұмыс беремін. Әрқайсымыз жеке-жеке орындап шығамыз, иә? Әрқайсымыз жеке-жеке орындап шығамыз. Жеке-жеке орындап шығамыз қазір осы тақырыпты. Адамгершілік асыл қасиет деген тақырыптағы
менің ойымша адамгершілік деген қандай жазамыз, иә? Әрқайсымыз жеке-жеке осы сіздерге берілген ПОВС формуласы арқылы адамгершілік асыл қасиет дегенді қалай түсінесіздер, соны жазып шыға қойыңыздар. Жақсы болды, ойларыңызды аяқтаңыздар балалар. Кім оқып береді өзінің? Иә, менің, иә, сонымен адамгершілік асыл қасиет менің ойымша білімді, кітап оқу, иә, кітап оқитын, білімді болу, кітапты өте жақсы оқу. Себебі оны мен былай түсіндіремін. Себебі оқығанда. Себебі оқыған адам білімді болуға керек. Жақсы, иә. Үшінші сөйлем, оны мен нақты фактілермен дәлелдей аламын. Оқи ғой жазғанымды. Білімді болу. Иә. Иә, қандай шешімге келдің? Сонымен қандай шешімге келдік? Білімді болу. Иә. Сонымен орта келгенде адам білімді болу керек, иә? Нұрай оқың ғой, иә. Қаттырақ, дауыстарымызды қаттырақ шығарыңыз. Менің ойымша, ізетті, сыпайы, мейірімді, білімді болу. Себебі мен оны былай түсіндіремін. Сыпайы, мейірімді, білімді адамдар бәрін озады. Армандаған мақсаттарына жетеді. Білімсіз адам далада қалуы мүмкін. Өте жақсы. Оны мен мына фактілермен дәлелдей аламын.
Димаш Құдайбергенұлы өз мақсатына жеткен музыка саласымен. Дұрыс айтасыздар, музыка саласында. Осыған байланысты мен осындай қорытынды шешімге келдім. Білімді болу қажет. Жақсы, білімді бол. Тілек оқи ғой жазғанымды. Қаттырақ, дауысыңызды қаттырақ шығарыңыз. Адамгершілік деген білімді, мейірімді болу, тәртіпті болу. Себебі мен оны былай түсіндіремін. Адамгершілік болу деген ол ешқашан тәртіпсіз болмау керек деген мағынада түсіндіремін. Оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Мысалы, білімді болсаң ешқашан далада қалмайсың. Жақсы. Мына топтан қаншаға оқи ғой? Адамгершілік менің ойымша білімді болу, ақылды болу, ширақ, қасиетті болу, жақсы болу. Себебі мен оны былай түсіндіремін. Білімді адамдар, мейірімді адамдар еліне көмек қолын созады. Оны мен мына фактілермен, мысалдармен дәлелдей аламын. Біздің елде мықты адамдар, боксшылар, күреске қатысатын адамдар, мықты адамдар еліне көмек береді. Осыған байланысты мен мынандай қорытындыға келдім. Мен ақылды, білімді боламын, ширақты боламын, келеді, мықты болуым керек. Жақсы, өте тамаша балалар. Жаңа қолын көтеріп, өзінің пікірін білдіргісі келетін Ілиясқа, Нұрайға, Тілекке, Қарлығашқа бір жұлдызша беріп қояйын. Өте тамаша балалар. Жақсы балалар. Енді бүгінгі өздеріңіз сабақтан алған әсерлеріңіз туралы сіздерге қазір мен қима қағаз таратып беремін. Бұл сіздер жақсы көретін ұялы телефон, ол қандай телефон балалар? iPhone телефоны. Осы телефонға сіздер осы сабақ жайлы маған қандай лебіз жазуларыңыз келеді, соны жаз. Міне, мен сіздерге үлкен өзімнің ұялы телефонымды қойып қойдым. Қазір осыған тілектеріңізді жазып, алдарыңызда желім тұр. Сол желіммен әжерге әкеп, әдемілеп тізбектеңіздер, Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңіз туралы жаза қойыңыздар. Тезірек бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңіз туралы өздеріңіздің ой пікірлеріңізді жаза қойыңыздар. Ең телефоннан хабарлама жазасыздар ғой, сол сияқты. Маған да бүгінгі өткен сабақта не үйрендіңіз, қандай тілек лебізіңіз бар жазып. Жақсы балалар, біздің уақытымыз аз қалыпты. Кім айтады? Кім бүгінгі желімге жабыстырып, неге жабыстыра қойыңыз? Ілияс оқи ғой жазғаныңды. Бүгінгі күн үшін рахмет. Сабаққа тағы бірініп. Бүгінгі күн үшін рахмет дейді. Жақсы. Сізге де рахмет. Оқи ғой жазғаныңды. Маған сабақ ұнады. Оқудан білім алудың мәнін түсіндім. Оқудың білім алудың мәнін түсіндім. Жақсы,
Балалар, бағалау парақтарыңызды маған бере қойыңыздар. Лебіздеріңізді ана жерге жазып кетуге болады. Мен сіздердің хабарламаларыңызды оқып болады. Жақсы. Хабарламаларыңызды іліп кетіңіздер. Не? Сіздер шыға беріңіз.